Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Бүгін мен сіздерге дәмді етіп, осындай ішіне сүзбелі және де апельсиннің соғынан жасалған өте дәмді, шайға таптырмас тіске басар жасап көрсетемін. Өте жұмсақ, бір жасағаннан осылай дәмді болып шығады. Алдымен бізге керекті 2 жұмыртқа және де секерімізді саламыз 150 грамм, және мен бұл жерде қою сливке қолдандым. Орнына сливке болмаса қаймақ салсаңыздар да болады. Сливкеден 140 грамм салдым. Барлығын жақсылап араластырып, бір пачка ванилин салып жібердім. Ал қыздар, енді разрыхлитель саламыз 8 грамм. Бұл жерде мен осындай разрыхлитель қолданамын. Разрыхлитель шафраным деген түрін қолданамын. Ол светінде әдемі қылады және дәмінде өзгеше қылып береді. Және осындай кефир қостым. Бұл кефирден 120 грамм қосып жібердім. Және бір апельсиннің цедрасын және жарты апельсиннің соғын салып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырып, 130 грамм сармайымызды ерітіп, осылайша етіп, тестімізға барлығын құйып араластырамыз да 650 граммдай ұн салып, жұмсақ қамыр қылып илейтін боламыз. Ал міне қамырымыз өте жұмсақ болады. Кішкене ұн сеуіп, осылайша етіп, бір-бірімен біріктіріп, жақсылап жүрсеңіздер болады. Енді бізге ішінде начинкасіне бізге творог керек 170 грамм, және де сметана салдым 60 грамм, 60 грамм кішкене секер салдым, бір ас қасық крахмал салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, енді қазір дайын тұрған қамырымыздың ішіне салатын боламыз. Құрметті менің көрермендерім, егерде менің осы видеом ұнап жатқан болса, құр отырмай ыстық лебіздеріңізді білдіріп, лайк арқылы қолдап кетсеңіздер қуанып қалар едім. Ал міне дайын тұрған қамырымызды көргенде өте светі де сап-сары болды. Енді бұны пісіріп көрсеңіздер, дәмі сіздерге өте ұнайды. Қамырымызды осылайша етіп, қатты жұқа етіп жаймаймыз. Оқтаудың көмегіменен барлығын тегіс түгел жаямыз да, өзінің формасына келтіріп, кесіп, және начинкамызды салып орайтын боламыз. Көріп тұрғандай, енді бұған начинканы осылайша етіп толтырып салсаңыздар да болады. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз, мен осылайша етіп салдым да, бір орап және қамырымызды кесіп, осындай формада жасадым. Әртүрлі формада жасасаңыздар болады, өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Егерде көбірек қылып орайтын болсаңыздар, жаңағы тіске басарларыңыз кішкене қалыңдау болып кетеді. Сондықтан да осылайша етіп, бір орап, осылай кесіп, осылай формаға істесеңіздер болады. Ал қыздар, мінеки барлық қамырдың ішіне начинкасын салатын боламыз да, және духовкаға 180 градуста 25 минутта пісетін болады. Енді әркімнің духовкасы әрі қалай. Енді қыздар, менің осы қазақша каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, подписать қызыл батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және де осы видео рецептім сіздерге ұнаса, лайктарыңызды басып, және каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видео рецепттерде жолыққанша аман сау болыңыздар.